Ассаламалейкум достар. Бүгін сіздермен жеңіл және өте дәмді тамақтың рецептімен бөліспекшімін. Біздің сүйікті тамағымыздың бірі. Жасауға кеңес беремін. Ең бірінші фаршқа пияз, тұз, қара бұрыш немесе қызыл бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Дайын. Енді алдын ала пісіріп дайындап қойған күрішімізді алып, үстіне айран салып, қара бұрыш немесе қызыл бұрыш, күркума сеуіп, жақсылап араластырамыз. Енді арнайы ыдысымызды, формамызды алып, бірінші фаршымызды салып, үстіне күрішімізді салып шығамыз. Әдемілеп біртекті жайып шығамыз. Үстіне қызанақтарды кесіп қоямыз. Пешке 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Піскен кезде ірімшік салып, тағы 5 минут пешке саламыз. Дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Фатима Алдияр.